Мыңбаев деген кім? Жалау Мыңбаев жайында не білуіміз қажет? 1925 жылы қазақ деген атауды қайтарып аламыз. Қазақ атауын қайтаруға Жалау Мыңбаевтың да сіңірген еңбегі аса зор. Бірақ ол жайында еш жерде айтылмайды. Наурыз мерекесін қайтадан тойлау басталды. Наурыз мерекесі жайында айтқан кезде Өзбекәлі Жәнібеков жайында айтамыз. Бірақ Жалау Мыңбаев айтылмайды. Бірнеше мектеп, көшенің аты немесе межелеу болса, оны бір тұстан қарамаңыздар. Оның қасындағы бірнеше тұлғаны қамтамасыз етіңіздер. Және де туар тұлға ретінде емес, кемшіліктер мен артықшылықтармен бірге зерттеңіздер. Қазақтың ғалымы болып, соң бұның абыройы төмендеп кетеді да, бұны совет үкіметіне ешкім сыйламай кетеді. Алматы қаласына мыңдаған жетім баланы келеді Украинадан. Сәтбаевты жалпы мынандай кезден танитын болған ғой. Осы Қонаевты да адам баланы Шаяхметов екен. Съездерге барған кезде екеуі бірге отырып алатын болғанда әңгіме жіберетін болған. Сталинмен арақатынасы жақсы болған, жалғыз қазақ болған. Ауылда адамдарына шай салып отырған болатын. Тұлғаның арқасы да ойлап қараңыздар. Сол Маңғыстауды дүниеге келген 5 облыста Ресейге Жұмабек Ташимов деген кісі. Мен сурет салады, Ұлы Отан соғысының. Кәдімгі мына екі қолмен қатты. Оқыған қазақ балалары ол кезде өзімен тең дәрежедегі оқыған қыздарды алғысы келеді. Әрине ғана шатыспас үшін соны ойлап Шаяхметов өзінің тек қыздар оқитын институтын, яғни ЖЭПУ-ға ғой, соны ашқан. Бұл кісінің өзінің жеке көлігі болмаған ғой, оған Мұстафа өстіріп, өзінің көлігін қонаққа келгенде Қонаевқа сыйлыққа берген. Өзінің Совет одағының басшылары Қазақстан мен Украинадан қатты қорыққан ғой, себебі мемлекеттер біріккен ұлттар ұйымы, жалпы оның мақсаты екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі. Сәтбаевты кім деп танисыздар сіздер? Ол ғалым, академик деп танимыз, бірақ ұйықтап жатқанда, оятып жүргенде айтатындай бір екі ісін айтайын. 30 километр темір жол саласыз, солай Маңғыстауға барасыз деп. Тыңдап, 930 километр темір жол салып Маңғыстауға дейін. Сіздер кімнен айырғаныңызды білмейсіздер. Сіздер вы что-то не поняли, что қарыздар деген сөзді ұсталып, мен бір академия ашып жатырмын, соның архитектурасын маған сызып бересің дейді. Жобасы мынандай болған. Осыған дейін өзімнің кумирімді солай Роналду деп әлем жұлдыздарын ойлаған, бірақ өзімнің кумирім Сәтбаев және басқа Алашорда кезіндегі тұлғаларды өзімнің тұлға ретінде ала алатыныма яғни сенімдімін.